Әр күніміз әлеуметтік желіге байлаулы. Бос уақытымызды кітап оқуға емес, телефонға үңіліп әлеуметтік желілерді шарлап кететініміз белгілі. Кітап адамзат баласына ағарту һәм білім сыйлайды. Кітап беттерінде адамзат тіршілігінің сан қилы құпиялары сақталған. Кітап ең басты ұстаз. Тек кітап қана қайырымдылық пен айуандықтың, ақиқат пен жалғанның аражігін айнытпай танып білуге үйретеді деген ұлы сөз бар. Ал ойшыл Конфуций болса, ойланбай оқу бекер еңбек, оқымай ойлау қауіпті дейді. Римдік философ Сенека қорғанды оқудан ізде, сонда сенің өміріңнің барлық қайғы қасіретінен құтыласың дегенді айтады. Толстой жақсы кітап оқу ақылды адаммен сырласқанмен бірдей дейді. Мұны неге айтып отырмыз? Жалпы кітап құндылық, ол адамды көбірек ойға жетелейді. Албырт сезімді тежеуге, ішкі ойлау күшімізді арттыруға себеп болады. Кітап дос, жұбатушы, әрі басшылық қабілетін арттыратын құрал. Менің алғашқы оқыған кітаптарымның бірі шетел әдебиетінен аударылған Джеймс Гринвудтың «Өгей бала» атты кітабы мен қазақ әдебиетінің майталманы Сайын Мұратбековтың «Жабайы алма» атты кітабы. Осы екі шығарма мені кітап әлемінің тұңғиығына батуыма септігін тигізді. Мен үшін қазақ әдебиетінің ең асыл бейнесі Абай Құнанбаев. Абайға деген бетбұрыс жаңа жаңғырып келе жатқан кезең халқымыз тәуелсіздік алған заманға тұспа-тұс келіп отыр. Дүние жүзі халықтары Абайды тану арқылы оны туып өсірген халқын, елін тани бастады. Абай шығармасының саябағында өсу, тәрбие алу қазақ халқының бүгінгі ұрпақтарының алдағы тұрған міндеттерінің бірі деп ойлаймын. Мен Абай атамыздың 124 өлеңін және бір поэмасын жатқа меңгердім. Сонда түсінгенім, Абай қазақтардың кешегісі мен бүгінін, болашағын, олардың мінез құлқын, салт дәстүрі мен рухани мәдениетін, оқу білімін, жастарға адамгершілік тәрбие беру жолдарын тынымсыз ойлаумен өтті. Бүгінгі уақыттың түсініктерімен зерделеп айтқанда, хакімнің ой барысы қазақтың менталитеті қандай, оған тән кемшіліктерді қалай жоюға болады, не істеу керек ол үшін. Әсіресе өмірінің соңында дүниеге келген қара сөздеріндегі ой желісі осы мәселелердің маңында түйінделеді. Ал соңғы оқыған кітаптарымның бірі Дулат Исабековтың «Гауһартас» драмасы. Қарапайым қазақ отбасындағы әке тәрбиесі мен қаталдығы суреттелген. Шығарманың басты мақсаты қолда барда алтынның қадірі жоқ деген нақыл сөзге тура келеді. Мен үшін қазақ әдебиетінің орны ерекше. Ескі жазылған шығармаларды сүйіп оқимын. Соларды оқу барысында қазақ халқының сан қилы соқпақтан аман өтіп, бүгінгі тәуелсіздікке жетіп отырғанына қуанамын. Кел досым, бірге кітап оқиық.